Қызметкерлерді жұмыстан шығару. Көп басшылар бұл процесте араласқысы келмейді. Шығаратын кезде басқа біреуге жүктей салады. Өйткені бір кісі айтпақшы, мен қызметкерімді WhatsApp-тан шығарамын дейді. Неге WhatsApp-тан шығарады? Өйткені көзбе-көз ол нәрсені айтқан кезде негативті процесті. Енді біреуге сіз жұмыстан шықтыңыз деп айтсаңыз біртүрлі ғой. Сол нәрседен қашқаннан кейін көп адамдар қорқақтайды. Не үшін жұмыстан шығу ол жаман нәрсе деген сұрақ келеді. Кім айтты? Мысалы, бір маманды жұмыстан шығару ол жаман нәрсе екен. Бәлкім ол адамға бізден де басқа бір жұмыс беруші одан да жақсы ұсыныс тастап, оның болашағын жолын ашып беретін шығар. Сол үшін жұмыстан шығару дегеніміз ол жаман процесс емес. Жұмыстан шығару ол қалыпты жағдай, өмір. Біреуге бір адам сәйкес келеді, біреуге бір адам сәйкес келмейді. Сол үшін табалдырықтан дұрыс келісу керек. Одан кейін егер адам лайықты болмаса, адам келмей тұрса, ол қызметке, онда ол адамды қинамай, ол адам уақытын ұрламай, адамгершілікпен отырғызып, түсіндіріп жұмыстан шығару керек. Бұл негативті процесс емес. Қай кезде бұл негативті процесс болады? Егер мен жұмысқа дұрыс алмасам. Егер мен дұрыс алмасам, шығаратын кезде мәселе болады. Біздің жобадан өткен кәсіпкерлер негізі қызметкерлерді жұмыстан шығаруды негативті процесс ретінде көрмейді.